Болат Ерали, 4 сыныбында оқимын. Мына ертегіде Холли ана туралы айтылған. Ертеде сүп-сүйкімді қызы бар бақытты отбасы өмір сүріпті. Бірақ тағдырдың жазғаны болар, әйелі қайтыс болып, күйеуі жалғыз қалады. Ер адамға қызды бағу, өсіру қиындық туғызады да, ол басқа әйел алады. Алған әйелінің де қызы бар еді. Ер адамның қызы еңбекші әрі сұлу, алған әйелінің қызы көріксіз әрі жалқау екен. Осылай күн артынан күндер өтіп жатады. Бірде еркек ауырып көз жұмады. Қызы өгей шешесімен қалады. Өгей шешесі қатыгез адам болатын. Ол күйеуі кетісімен өз қызын аялап, күйеуінің қызына күн көрсетпейді. Оны күңі ретінде ұстайды. Байғұс қыз жұмыстың бәрін жалғыз өзі атқарады. Үй тазалайды, кір жуады. Бір күні ол жіп иіріп отырып, ұршығын суға түсіріп алады. Өгей шешесі қатал болғанмен, қыз өзі де суға түсіп кетеді.